Сіз кейде бұлай ойлайсыз ба? Неге адамдар мені елемейді? Неге мені соңғы орынға қояды? Неге менің сөзіме құлақ аспайды? Бұл сұрақтардың жауабы өзіңізде. Бүгін біз басқалардың сізді неге сыйламайтынын қарапайым тілмен талдап көреміз. Егер осы ойларды шын жүректен тыңдасаңыз, бұл сіздің өміріңіздегі қарым-қатынастарды мүлде өзгертуі мүмкін. 1. Сіз өзіңізді бірінші орынға қоймайсыз. Сіз бәріне көмектесесіз. Сіз жоқ деп айта алмайсыз. Сіз өз уақытыңызды, демалысыңызды құрбан етіп, өзгелердің көңілін табуға тырысасыз. Бірақ бұл өзіңізді сыйламаудың белгісі. Егер сіз үнемі өзіңізді соңғы орынға қойсаңыз, басқалар да сізді дәл солай көреді. Сыйластықты өзіңізден бастаңыз. Уақытыңыз қымбат екенін мойындаңыз. Тынығу жалқаулық емес. Өзіңізді бағалау эгоизм емес, бұл қажеттілік. 2. Жоқ деп айту сіз үшін қиын. Көп адам жоқ деп айту ұят деп ойлайды. Біреудің көңіліне тимеу үшін өзіне қолайсыз болса да келіседі. Бірақ шекарасы жоқ адамды ешкім құрметтемейді. Жоқ деп айту бұл қатаңдық емес. Бұл өз принципіңізді сақтау. Егер сіз өзіңіздің жеке кеңістігіңізді қорғай алмасаңыз, басқалар сол кеңістікке еркін кіріп, оны елемей бастайды. 3. Сіз өз пікіріңізді айтпайсыз. Мен үндемей ақ қояйын. Олар бәрібір тыңдамайды. Басқалар жақсы біледі. Сіздің үнсіздігіңіз өз құныңызды түсіру. Басқалар сізді пікірсіз, әлсіз, сенімсіз деп қабылдай бастайды. Ал сіздің ойыңыз маңызды. Сіз де пікір айтуға, келіспеуге, өзгеше ойлауға хақлысыз. 4. Сіз үнемі ақталасыз немесе рұқсат сұрайсыз. Кешіріңіз, менікі дұрыс болмауы мүмкін. Білмей айтып қойсам, айып етпеңіз. Осыны сұрасам бола ма? Бұл сөздер шын мәнінде сіздің өзіңізге сенбейтініңізді көрсетеді. Өзіне сенбеген адамға ешкім сеніммен қарамайды. Кейде жай ғана айту жеткілікті. Мен осылай ойлаймын. Мен бұл нәрсеге дайын емеспін. Менің шешімім осы. 5. Сіз өзіңізді жиі төмендетесіз. Менде не болсын? Мен әлі дайын емеспін. Сіздер біліп тұрған шығарсыздар. Бұлай айту өз беделіңізді өзіңіз түсіру. Сіз өзіңізге сенбесеңіз, ешкім сенбейді. Сіз өзіңізді құрметтемесеңіз, ешкім құрметтемейді. Сіздің құныңыз тек жетістігіңізде емес. Сіздің құныңыз сіздің болмысыңызда. 6. Сіз адамдардың бәрін жақсы көруге тырысасыз. Сіз бәріне ұнаймын деп ойлайсыз. Бәрінің көңілінен шығуға тырысасыз. Бірақ шындық мынада. Бәріне ұнағыңыз келсе, ешкімге маңызды болмайсыз. Сыйластық сіздің шынайылығыңызда. Кім екеніңізді жасырып, өзіңізге қарсы шықсаңыз, ол сізді сыйлауға емес, пайдалануға жол ашады. Қорытынды. Сізді өзгелер неге сыйламайды? Себебі сіз өзіңізге шынайы, сенімді, шекарасы бар адам ретінде қарамай келдіңіз. Бірақ бұны бүгін өзгертуге болады. Өзіңізді сыйлаңыз. Жоқ деп үйреніңіз. Пікіріңізді айтыңыз. Сенімді болыңыз. Ешкімге жағу үшін өзіңізді жоғалтпаңыз. Сонда ғана өзгелер сізді сезіне бастайды. Сөзіңізді тыңдайды. Жолыңызға құрметпен қарайды. Тұрарлықсыз. Бірақ ең бірінші өзіңіз өзіңізді сыйлауыңыз керек. Сонда ғана әлем де сізге жауап береді.